Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Әйгілі ұйғыр самсасын рецептімен бөлісемін. Дәл осы рецепт арқылы тапсырыс қабылдап, сіз де өз табысыңызды таба аласыз. Сондықтан сіз де мені қолдай кетіңіз, каналға тіркеліп алыңыз. Бисмилла, самсамызды бастайық. Ең алдымен тестасын дайындап қоюымыз керек. Ол үшін бөлме температурасындағы 1 шай кесе суымызды және жұмыртқамызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Және де қыздар, нақты мөлшерлерін мен описаниеде қалдыратын боламын. Және де қамырымыз жұмсақ болу үшін 3 ас қасық қаймақ және де бөлме температурасында еріп тұрған 82% сары майымызды салып, жақсылап қамыр егетін боламыз. Иленген қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөліп тұндырып қоямыз. Еуі қанған, тұнып тұрған қамырды жаю өте оңай болады. Екеуін де жайып, арасына 82% бөлме температурасындағы еріген сары майымызды немесе тоқ майымызды жағып, осылай самсаның қатпарлы қабатын дайындап қоямыз. Ал енді салмасына өзіңіздің қалауыңыз бойынша кез келген қоса берсеңіз болады. Мысалы, мен асқаба, картошка, ет, пияз араластырсам, сізде қана пияз немесе картошкамен де жасай бересіз. Салмасы өз қалауыңыз бойынша. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш саламыз. Қамырыңызды мұздатқышқа қатырып қойған болсаңыз, жасаудан алдын 1-2 сағат алдына шығарып қойыңыз. Қамырымыздың барлығын бірдей көлемде етіп, өзіңіздің көлеміңізге қарай үлкен-кіші етіп бірдей кесіп аласыз және жайған кезде дәл видеодай қатпарын бұзып алмай, домалақ күйінше қатпарының үстінен басып жаю керек. Және де самсаның өру жолында көрсеттім, видеоны анық етіп көрсеңіз болады. Бетіне қызыл әдемі түс беру үшін міндетті түрде жұмыртқаның сарысын жағып, әдемі болу үшін мак немесе күнжітті сеуіп, самсаңызды 220 градуста пісіріп ала бересіз. Дәл осы рецептпен сізде өз тапсырысыңызды қабылдап, табыс тапсаңыз болады. Қамырының өзі өте қатпарлы, қытырлап, жұмсақ болып әдемі болып шығады. Сондықтан менің де еңбегімді бағалап, рецепті жоғалтып алмас үшін каналға подписаться тіркеліп, комментарийға өз ойыңызбен бөлісе кетіңіз.